Номер 2 білім инновация лицей интернатының география пәні мұғалімі Азат қызы Қымбат. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дүниежүзі елдерінің салыстыруда қолданылатын әлеуметтік көрсеткіштер. Бұдан бұрын сіздер экономикалық және демографиялық салыстырмалы көрсеткіштер туралы оқыған боларсыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әлеуметтік көрсеткіштер. Оқу мақсаты дүниежүзі елдерін салыстыруда қолданылатын әлеуметтік көрсеткіштерді біледі. Негізгі глоссариялар немесе кілт сөздері. Әлеуметтік прогресс индексі дегеніміз, мысалы 2018 жылы мемлекеттер дүниежүзілік елдердің рейтингін құрастырған кезде 12 топшаға бөліп 57 көрсеткіш бойынша, яғни критериялар бойынша бөлген болатын. Солардың аса маңыздысының бірі, мысалы әлеуметтік процесс индексі, ол адамның негізгі қажеттіліктері. Оның ішіне кіреді тамақтану, медициналық қызмет, судың сапасы, тұрғын үй, жеке қауіпсіздік. Адамның әл-ауқатының негіздері, ол бізде негізгі білімге қолжетімділігі, ақпарат, байланыстың қолжетімділігі, яғни телефон, радио, телевизор, интернеттің жақсы болуы десек те болады. Денсаулық, адамның денсаулығының жақсы болуы, жақсы көңіл күйі болуы және қоршаған ортаның таза болуы, жақсы болуы, экологиясы десек те болады. Адамның мүмкіндіктері, бұл бізде әсіресе жоғары дамыған мемлекеттерге жақсы дамыған, оған кіреді жеке құқықтар, жеке еркіндік, таңдау, яғни сөз еркіндігі, толеранттылық, кеңейтілген білімге қол жеткізу. Бұл көрсеткіш бойынша Қазақстан 71-ші орында, ал бұл көрсеткіштер бойынша дамыған мемлекеттер, жоғары дамыған мемлекеттер, бұл көрсеткіштер бойынша ол бізде Норвегия, Исландия, Швейцария. Бұл бізде Европа мемлекеттері. Қазақстан кейбір рейтингтер бойынша 10-ға кіреді, кейбір рейтингтер бойынша 1-ші орында. Критериялар бойынша бұл мысалы ересек тұрғындардың сауаттылық деңгейі. Қазақстанда барлық 99% сауатты десек болады, яғни оқи алады, жаза алады. Ал орта мектепте қабылданатын балалар үлесі де бізде қарқынды түрде жақсы. 99-100% десек те болады. Тек барлығы азаматтар-азаматшалар ол бізде орта мектепті аяқтаған. Аштық деңгейінің төмендігі. Кейбір Азияның халқы көп елдермен, кейбір Африка елдермен салыстырмалы түрде алған кезде аштық деңгейі бізде өте төмен. Мобильдік желіге қосылуы. Яғни бізде қарқынды түрде жылдан жылға дамып келе жатыр. Білесіздер, интернет 1994 жылы интернет қосылған Қазақстанда, қазірге дейін біртіндеп қарқынды түрде даму үстінде. Және тұрғындар үшін электроэнергиясы қол жетімді. Білім сапасының көрсеткіші жаңағы бойынша бізде көрсеткіштер. Мысалы, орта мектеп қабылданғандар саны пайыз жөнінде 100% барлығы орта мектепке барады және 1-ші орында. Мысалы түрде басқа мемлекетпен салыстырсақ, Кореяда да 100% екен. Сонымен қоса, ұлттық білім беру жүйесінің рейтингі бойынша көрсеткіштер, ол бізде елдер, қандай елдер алдыңғы қатарда екен көрсек болады, және қандай көрсеткіштер бойынша. Мысалы, бірінші, білім беру қызметінің экспорты. Яғни, олимпиадалар халықаралық десек те болады. Яғни, білім сапасының халықаралық деңгейде жақсы болуы. Оған алдыңғы қатарлы мемлекеттер, мысалы, ақш, Ұлыбритания, Германия, Франция, көріп отырғаныңыздай, және Австралия. Келесі бізде әлем университетінің халықаралық рейтингілеріндегі орны. Яғни, осы екі елдегі университеттер әлем университеттерінде рейтингте жоғары болып тұр. Яғни, Америка құрама штаты және Ұлыбритания. Келесі бізде білім сапасын зерттеудің халықаралық PISA жүйесі. Бізде PISA дегеніміз 15 жасқа толған оқушылар арасында функционалдық сауаттылығын бағалау, тексеру үшін халықаралық бағдарлама. Яғни, әрбір 3 жыл сайын өткізіп отырады. Осы 2015 жылғы көрсеткіш бойынша Сингапур мемлекеті жоғары нәтиже көрсеткен. Сонымен қоса, басқа да мемлекеттер бар жоғары нәтиже көрсеткен: Корея, Жапония және Финляндия бар.
Бізде PISA жүйесінде біз мемлекет қатысады. Төртінші, ол бізде жоғарғы білімнің қолжетімділігі және оның алудың қаржылық мүмкіндіктері. Бұл жағынан бізде дамыған мемлекеттер Нидерланды, Финляндия және Ұлыбритания. Келесі, қашықтан білім беру ауқымы. Яғни ең көп халқы көп мемлекеттерге, мысалы Қытай, Үндістан, ақш. Бұл жерде қашықтан білім беру адамдар өте көп деп алсақ болады, яғни ауқымы және жақсы дамыған. Сонымен қоса, халықаралық бағдарламалардың ішінде TIMSS кіреді. Бұл бізде 8 және 4 сыныптар арасында математика және жаратылыстану пәндер арасында болатын емтихан тексеру үшін, білімін тексеру үшін әрбір 4 жыл сайын өткізіп отырады. 2015 жылы нәтижесі бойынша Қазақстан топ 10-қа кірген болатын. Яғни математика бойынша 7-ші орында, жаратылыстану пәндер бойынша Қазақстан 9-шы орын алған екен. Сол бойынша Қазақстанның жалпы білім беру жүйесі туралы видео көрейік. Қазақстан жер көлемі жағынан әлемдегі алып мемлекеттердің қатарында. Екі құрлықта орналасқан оның аумағы Батыс Еуропамен теңестіріледі. Мектепке дейінгі даярлық немесе 0-ші сынып 1999 жылдан бастап 1 жылдық міндетті мектепке дейінгі білім беру енгізілді. Қазақстан Конституциясы азаматтарының жалпы орта білімді тегін алуына кепілдік береді. Бұл әлемнің 13 елінде жолға қойылған. Әр 5-ші мектеп тәуелсіздік жылдарында салынды. Адами даму индексі жоғары елдерде оқыту мерзімінің ұзақтығы 15 жыл. Қазақстанның әрбір студенті конкурстық негізде жоғары білім алуға құқылы. Бұл тәжірибе әлемнің 24 елінде бар. Мемлекет педагогтарды тегін біліктілікті арттыру курстарымен қамтамасыз етуде. 2013 жылдан бері ұлттық білім беру деректер қоры жұмыс істейді. TIMSS, PIRLS, PISA, TALIS, ICELS халықаралық зерттеулеріне қатысу білім ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген. TIMSS 2015 қорытындысы бойынша Қазақстан үздік 10 елдің қатарына қосылды. 2016 жылдан бастап жаңартылған білім мазмұнымен 12 жылдық білім беруге сатылап көшуде. Бұл жаңашылдық шеңберінде функционалдық сауаттылық пен STEM білім беру жүйесіне айрықша назар аударылуда. 2017 жылдан бастап пилоттық режимде кей мектептер 3 тілде білім беруге көшті. Жаратылыстану математикалық бағыты ағылшын тілінде оқытылады. 2017 жылы қараша айында экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымымен тығыз байланыс негізінде Қазақстан білім беру және ғылыми технологиялық саясат комитеттеріне қатысушы мәртебесін алды. 2017 жылы бүкіл әлемдік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінде Қазақстан бастауыш білім берумен қамту бойынша 4-ші орынды иеленді. Соңғы 10 жылда Қазақстан ЮНЕСКО-ның білім беруді дамыту индексі бойынша әлемнің үздік деп танылған 8 елінің қатарында. Сонымен қоса әлеуметтік көрсеткіштерге жұмыссыздық деңгейі де кіреді. Жұмыссыздық дегеніміз кімдер? Олар еңбекке қабілетті, яғни жұмыс істей алатын адамдардың жұмыс істеп таба алмай болуы, жұмыс істеп таба алмай жүруі. Жұмыс істей алады кімдер? Яғни 18 жасқа толған, немесе Қазақстанда 16 жастан бастап жұмыс істеуге болады. 63 жасқа дейін, зейнетке 63-тен бастап шығады Қазақстанда. Яғни сондықтан барлығы студенттер негізі жұмыссызға жатпайды. Мысалы, Қазақстан бойынша жұмыссыздық деңгейі 4,9% алады. Ең жоғарғы көрсеткіш жұмыссыздық жөнінен ол бізде 19,2, 15,5 Испания алады. Бұл нашар дамыған мемлекеттен де жоғары екен. Неге жұмыссыздық көп? Кейбір мамандықтарға байланысты, мысалы қазіргі 10 сынып болсаңыз, болашақта талап ететін мамандықтар ол роботехника, педагогикалық мамандықтар және агротехникалық мамандықтар. Агроөнеркәсібі жақсы сұранысқа ие болады деп айтылады. Рахмет тыңдағандарыңызға.